Бұл халық күйі жорға аю болады. Біздің көрермендеріміздің шыдамы таусылып қалған шығар осы кезде. Жорға аю аңызына кезек берсек. Жорға аю күйінің аңызы ертеде үлкен аңшылық заманның кезінде көп аңшылар аң аулап жүргенде үлкен бір жардың жағасында қарайған аюдың жүрісін көреді. Бұған не болды деп боздаған дауысын естіп артынан еріп отырса, аюдың қонжықтары судан өтіп ойнап жүріп, суға батып ағып кеткен екен. Сонда дәрменсіз аю суды жағалап, боздап, осы аққан судың ағысымен жарысып отырып боздап кеткен екен. Соны көріп отырған аңшылар осы ана табиғаттағы қатыгездікті, мынау аюдың жаңағы баласы үшін жанын ұшырып бара жатқаны, жан дауысының шыққанын бәрін осы сыбызға салып тартқан екен деген бір аңызы бар. Содан кейін ақсақ аюдың дейді, кейде жаңа жорға аю дейді, әртүрлі айтады, бірақ аңыздары бір. Соны тағы бір нұсқасында айтады. Мынау аңшы келе жатса дейді. Келе жатып аңға шығып келе жатқан кезде бір жардың астынан аю шыға келіп екі қолын көтеріп алдына тұра қалады дейді. Сасқаннан ол сыбызғышы екен енді. Қолындағы сыбызғысын бір әсем әуенге салып тартып жібергенде дейді, мына музыканың құдіретіне аю да билеп кете берген екен деген, осындай бір жақсы көңілді де бұның несі бар. Күйдің құдіреті туралы. Күйдің құдіреті туралы, жаңағы музыканың құдіреті туралы айтады. Тағы бір аңыздарды айтады, осы сыбызғының күйімен аюды да билетіпті деп. Мынау Монғолия қазақтарында аю би деген би бар. Осыған қарағанда бұл жаңағы бұның жаңағы көнелігіне байланысты болу керек. Осы түрлі жаңағыдай аңыздары бар.